Түнде жолға шыққанның өзі бір түрлі ғой. Әсіресе қалада өскен адам үшін. Бірақ сол күні менде басқа амал болмады. Анам хабарласты. Ертең ауылға келіп кетші, деді. Неге? Біраз үнсіздік болды. Келсең, өзің көресің. Дауысы бір түрлі шықты. Әдеттегі анам сияқты емес. Қысқа ғана сөйледі де трубканы қоя салды. Мен мән бермедім. Мүмкін бір шаруасы бар шығар деп ойладым. Келесі күні кешке қарай жолға шықтым. Қала артта қалды. Асфальт жол біртіндеп тарылып, қараңғы дала басталды. Ауылға дейін шамамен 2 сағат жол. Күн батып бара жатты. Аспан қызарып тұр. Дала тып-тыныш. Радио ұстамайды. Телефонда интернет жоқ. Бір кезде телефон шыр етті. Анам, алло, қайдасың? Деді. Жолдамын. 1 сағаттай қалды. Трубканың ар жағында үнсіздік. Сосын анам, келме. Не? Ауылға барма. Мен күліп жібердім. Анашым, өзіңіз шақырдыңыз ғой? Анам бір түрлі даусымен, мен шақырған жоқпын. Менің арқамнан бір суық өте шықты. Не айтып тұрсыз? Таңертең мен саған хабарласқан жоқпын, деді анам. Жүрегім бір түрлі соқты. Бірақ сіз өзіңіз тыңда, қазір қай жердесің? Мен айналаға қарадым. Қараңғы дала, ұзын жол, бірде-бір жан көрінбейді. Тіпті өтіп баратқан машина да жоқ. Бұрыл, қазір ауылға келме. Сол кезде телефон үзіліп кетті. Экранға қарадым. Сет жоқ. Мен біраз отырдым. Бәлкім анам әзілдеп тұрған шығар деп ойладым. Сосын тағы бір нәрсе есіме түсті. Анам өмірінде маған ешқашан әзілдеп қорқытпаған. Бірақ мен бәрібір жүре бердім. Өйткені ауылға дейін жарты сағаттай ғана уақыт қалған болатын. Жол бір кезде орманның арасымен өтеді. Бала кезден білетін жерім. Тіпті қорқынышты еді. Сол жерге жеткенде алдыңғы шам бір нәрсені жарыққа шығарды. Жолдың ортасында біреу тұр. Мен тежегішті басып машинаны тоқтаттым. Жарықтың астында бір қария тұр. Ұзын шапан, басы еңкейген, қозғалмай тұр. Мен терезені аздап түсірдім. Ата, бәрі дұрыс па? Қария басын көтерді. Беті толық көрінбейді. Көлеңке басып қараңғыдан көрінбей тұр. Сосын бір сөйлем айтты. Ауылға барма. Менің денем дірілдеп кетті. Неге? Қария жауап бермеді. Тек жолдан баяу шетке шықты. Мен түкте түсінбей қалдым. Артқы айнаға қарадым. Қария әлі сол жерде тұр. Қарап тұр. Бірақ бір түрлі нәрсе байқалды. Мен одан алыстап бара жатырмын. Ал ол кішіреймей тұр. Сол бірдей қашықтықта қалып қойды. Мен айнаға қарай қалдым. Бұл мүмкін емес еді. Сосын бір сәтте ол жоқ болып кетті. Менің жүрегім дүрсілдеді. Мен жылдамдықты арттырдым. Ақыры ауылдың шетіне жеттім. Бірақ ауыл бір түрлі көрінді. Жарық көрінбейді. Бірде-бір үйдің терезесінде шам жанбайды. Әдетте иттер еді. Бұл жолы ештеңе жоқ. Өлілі тыныштық. Мен машинадан түстім. Ауа суық. Жел тіпті сезілмейді. Бірақ бір нәрсе сезіледі. Біреу менің артымнан қарап тұрғандай. Мен үйге қарай жүрдім. Есік алдына тоқтадым. Есікті қақтым. Бірнеше секунд өтті. Есік сықырлап ашылды. Анам тұр. Бірақ бір түрлі қарады. Өңі бозарып кеткен. Келдің бе? Деді. Сіз өзіңіз келме деп едіңіз ғой? Анам маған ұзақ қарады. Мен саған 3 сағат бұрын хабарластым. Иә. Бірақ сен жауап бермедің. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Қалай? Мен телефонды көрсеттім. Сіз маған жолда 3 рет хабарластыңыз. Анам басын шайқады. Жоқ. Сол кезде үйдің ішінен бір дыбыс шықты. Біреу жүргендей. Мен анама қарадым. Үйде тағы біреу бар ма? Анамның көзі қорқынышқа толды. Сен жалғыз келген жоқсың. Менің арқам мұздап кетті. Не?
Анам сыбырлап айтты. Ол сенімен бірге келді. Сол кезде мен бір нәрсені түсіндім. Жолда көрген қария. Ол жолдан шетке шыққан жоқ. Ол машинаға отырған. Ал сол сәтте артымнан біреу дем алды. Тура желкемнен, суық, баяу. Мен қатып қалдым, бұрылуға қорықтым. Ал дәл сол сәтте құлағымның түбінен сыбыр естілді. Мен саған айттым ғой, ауылға барма деп.